Динараның бойында қазақ қызына тән қайсарлық бар. Алматылық оқушының ұстазы әлемнің 26 мемлекетінен оқуға шақырту алған. Динара Қалихан жайлы осылай дейді. 18 жасында бойжеткен үлкен белесті қалай бағындырды? Оның құпиясы неде? Жыл сайын елімізден қанша түлек шет мемлекеттің белді университетіне жолдама алады? Тақырыпты тілші тарқатады. Динара 18 жаста. Республикалық физика-математика мектебінің түлегі. Өзі ақылды, өзі сұлу, өзі өнерлі. Одан бөлек аз қамтылған отбасында тәрбиеленіп жатқан балаларға математика мен бағдарламалау бойынша 200-ден астам сабақ өткізіп, білім алуына көмектеседі. Ғылыми жобалары мен спорттық жарыстардағы жеңістері үшін де көп марапатқа ие болған. Ал биыл әлемнің көш бастап тұрған 26 оқу орнынан шақырту алыпты. 8 сыныпта шетелде оқитын студенттердің видеоларын көре бастадым. 9 сыныпта Америка және Англияға қалай түсуге болатын мәліметтер іздей бастадым. 10 сыныпта қатты дайындықты бастадым. Динараның таңдауы Google, Instagram негізін қалаушылар. ақш-тың 31 президенті оқыған Стэнфорд университетіне түсті. Ал ұстазы шәкіртінің білімге деген ізденісінің зор екенін айтады. Бойындағы өжеттілік пен табандылық оны көп жетістікке жетелейтініне сенімді. Динараның мақсаты айқын болды. Ол мектеп қабырғасында жоғары топ шетелдік университеттерге түсем деген мақсат қойды. Мінекей бүгінде мені сол армандарына жетіп, сол Стэнфорд университетіне оқуға жолдама алды. Біз Динарамен мақтанамыз, мақтан тұтамыз. Әлі де әрі қарай үлкен нәтиже көрсетеді деп ойлаймыз. Озат оқушы магистратуранында сол оқу ордасында тәмамдағысы келеді. Білімін жетілдіріп, елге оралған соң пайдалы жобаларды іске асырғысы келетінін айтады. Сабақ кездерінде Динара өте белсенділігімен және көзбашы қасиеттермен ерекшеленген болатын. Математика деген құштарлығы өте жақсы болатын. Біз сыныпта есептерді жарысып шығаратынбыз. Динара бұған дейін де сыныптасымен бірге ерекше жоба ойлап тапқан. Ондағы басты мақсат зорлық зомбылыққа ұшыраған жандарға көмек қолын созу. Айта кетейік, былтыр еліміздің 15 үздік түлегі өзге мемлекеттің жоғары оқу орындарына түскен. Гүлмарал Изатқызы, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.